Армысыздар, эфирде Қазақ Ньюс. Осы аптада назарларыңызды бір ғана жаңалыққа аударғымыз келіп тұр. Ол әйелінің мұрны мен құлағын кесіп алған ер азаматқа қатысты сот үкімі. Көпшілік әйелін аяусыз кескілеген азаматтың жазасына разы емес. Бүгінгі шығарылымда осынау жан түршігерлік оқиғаға тереңірек тоқталатын боламыз. Естеріңізде болса, былтыр Қырғызстанда 36 жастағы Әсел Ноғайбаева есімді келіншекті Азамат Естебесов есімді бұрынғы күйеуі құлағы мен мұрнын кесіп тастаған. Судья алғаш рет азаматқа қарауында мүмкіндігі шектеулі ананың және тараптардан бірлескен некеден 2 бала бар екенін ескеріп, 3 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарған еді. Алайда қорланған келіншек пен оның әпкесі бұл шешімге келіспейтінін айтып, апелляциялық шағым түсірді. Әсел Ноғайбаева 6 жыл бұрын Азамат Естебесов есімді күйеуінен соққы жеп ажырасқан. Әпкесі Диана Елкеннің айтуынша өз бетінше жаңа өмір бастап баспана да алды. Алайда балаларымен басқа елге кетпек болғанда бұған ажырасқан күйеу қарсы болды. Әсел туыстарымен бірге бұрынғы күйеу үйінде жоқ кезде балаларын алып кетеді. Осыдан соң Азамат Естебесов ізіне түскен. Пәтеріне басып кіріп, ұрып соққан. Әсел полиция шағым түсіргенмен айтарлықтай шара қолданылмаған. Жай ғана бірнеше тәулік ұстап, кейін қайта жіберген. Тек соққының ізін түсіріп алып арыз жазғанда ғана іс сотқа жеткен. Дегенмен Естебесовке 2 жыл пробация қолданылған. Әсел Ноғайбаева судьяның шешімімен келіспегенін және қоғам үшін қауіпті адамды бостандыққа шығармауды сұраған. Алайда оның бұл талабы орындалмады. Соттан кейін де бұрынғы күйеуі тағы да қорқытып хабарламалар жаза бастаған. Жалпы судья алғаш рет Естебесовті 3 жылға бас бостандығынан айырды. Бұл ретте сот айыпталушының қарауында көру мүмкіндігі шектеулі қарт ананың күтімді қажет ететінін назарға алды. Сондай-ақ тараптардың бірлескен некеден 2 баласы бар екенін ескерді. Дегенмен Ноғайбаева бұл шешіммен келіспей өмір бойына бас бостандығынан айыруды сұрап, апелляциялық шағым түсіріп арыз жинады. Бірақ екінші сот отырысында үкім 8 жылға өзгертілді. Қырғызстанға келгенімден бастап бұл закон мен жанымды бір күнде қойған жоқ. Менің қайрылмаған жерім болған жоқ. Қанша заявление жаздым, қанша құқық қорғаушы органдарға қайрылдым. Мен құқығым қорғалған жоқ. Мен өлім ешкімге жеткен жоқ. 9 қаңтарда өткен сот отырысының нәтижесінде Шу облыстық соты бұрынғы күйеу Азамат Естебесовтің Әсел Ноғайбаеваны зорлауына қатысты істі қайта қараудан бас тартты. Осылайша қаулы өзгеріссіз қалдырылды. Азамат Естебесов қазір темір тордың артында отырса да, Ноғайбаеваға қорқытып хабарламалар жазатын көрінеді. Хабарламада бұл мерзім мәңгі емес екенін және бір күні олар қайта бірге болатынын айтып қорқытадымыз. Дәл осыған ұқсас оқиға елімізде де орын алып еді. Талдықорған қаласында ер адам 28 жастағы әйелді ауыр соққыға жығып пышақтаған. Жәбірленушінің айтуынша бұған бұрынғы жігітінің қызғанышы себеп. Салдарынан келіншек мойнынан 17 см жарақат алып, бір өлімнен аман қалды. Біз тілге тиек етіп отырған мәселелер тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заңның әлде тиімсіз екенін көрсетеді. Қазіргі таңда осыған орай мәжілісте депутаттық сауалдар жолданып, заңға түрлі ұсыныстар енгізу жоспарланып та қойған. Тек мұндай мәселені қоғам болып анықтап, оның алдын алуға атсалысуымыз керек. Апта жаңалықтары осымен тәмам. Алдағы уақытта назарларыңызға тек маңызды жаңалықтарды ұсынамыз. Ал сіз біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыз.